Бауырды тазалайтын жемістер бар ма? Көпшілік бауырды тазалайтын жемістер деп айтқанымен, шын мәнінде ешбір жеміс бауырды тікелей тазаламайды. Бауыр ағзаны өздігінен уытсыздандыратын мүше, дегенмен кейбір жемістер оның қалыпты жұмысына қолдау көрсетіп, қабынуды азайтуға және майлану қаупін төмендетуге көмектесуі мүмкін. Бірінші, грейпфрут С дәрумені мен антиоксиданттарға бай. Бауыр жасушаларын тотығу стрессінен қорғауға көмектеседі. Назар аударыңыз, кейбір дәрілермен бірге қолдануға болмайды. Екінші, алма құрамындағы пектин ішектің жұмысын жақсартады. Талшығы ағзадан артық қалдықтардың шығарылуына ықпал етеді. Бауырға түсетін жүктемені азайтуға көмектеседі. Үшінші, жидектер көк жидек, қара жидек, даңқуырай антоциандарға өте бай. Қабынуға қарсы әсері бар. Бауыр жасушаларын қорғауға ықпал етеді. Төртінші, авокадо пайдалы майларға бай. Бауырдың қалыпты қызметін қолдайды. Майлы бауыр қаупін азайтуға көмектесетін зерттеулер бар. Бесінші, жүзім, әсіресе қара жүзімнің құрамында антиоксиданты бар. Қабынуды азайтуға көмектесуі мүмкін. Қант мөлшері жоғары болғандықтан мөлшермен тұтынған дұрыс. Алтыншы, лимон С дәруменіне бай. Суды көбірек ішуге ынталандырады, бірақ лимонның өзі бауырды тазаламайды. Жетінші, анар күшті антиоксиданттарды көзі, жүрек пен қан тамырларына пайдалы. Жалпы денсаулық арқылы бауырдың жұмысына жанама қолдау көрсетеді. Бауырға ең пайдалы әдеттер: көкөніс пен жемісті күнделік тұтыну, қант пен тәтті сусындарды азайту, артық салмақтан арылу, аптасына кем дегенде 150 минут қозғалу, алкогольден бас тарту немесе барынша шектеу, дәрілерді дәрігердің кеңесінсіз шамадан тыс қолданбау, күніне жеткілікті мөлшерде су ішу. Организмдегі қантты азайтуға көмектесетін көкөністер: брокколи, талшыққа бай, дәрумендер көп, төмен калориялы. Қияр, су мөлшері жоғары, қант өте аз, жаз мезгілінде жақсы таңдау. Қырыққабат, талшыққа бай, ас қорыту жүйесіне пайдалы. Шпинат, темір мен магнийге бай, қант аз. Болгар бұрышы С дәруменінің көзі, калориясы төмен. Қызанақ ликопинге бай, қант мөлшері төмен. Асқабақ пайдалы дәрумендерге бай, бірақ көмірсуы көбірек болғандықтан мөлшермен тұтынған жөн.